өткеннің көрмесі өтті. Бір тұтас деп аталған шарада қылғалам шеберінің 40-қа жуық туындысы көрермен назарына ұсынылды. Олардың басым бөлігі бұған дейін ешбір жерде жарияланбаған, бояуы кеппеген жаңа суреттер. Көрменің өтуіне мұрындық болған тұңғыш президент қоры. Оралбек қор ұйымдастырған ең үздік шығарма байқауына қатысып, грант ұтып алды. Бұған дейін де топқа түсіп, талай мәрте республикалық халықаралық фестивальдерде бас жүлдеге ие болған суретші осымен 4-ші рет өзінің жеке көрмесін ұйымдастырып отыр. Оралбек Қабөке жақсы туынды дүниеге келу үшін адам ең бастысы өзінің болмысын жоғалтпау керек дейді. Біздің Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасымыздың қоры осы менің шығармашылығыма қолдау көрсетіп, яғни осы мен қатысқан конкурста маған грант бөліп берді. Сол гранттың арқасында осы көрмеге каталог басуға және осы көрмеге ұйымдастыруға, жалпы ұйымдастыру шарасына маған үлкен осындай елбасымыздың қоры көмегін көрсетті.